Сәлем достар. Кейбіреулер үшін хоррор фильм көру қорқу үшін емес, керісінше күліп алу үшін керек. Себебі экранда болып жатқан заттар сценаристердің қиялынан туындайды. Сол себепті қорқудың еш мәні жоқ. Бәрі шын мәнінде осылай оңай болсашы. Негізінде қорқынышты фильмдердің сюжеті шын өмірден де алынған немесе қайталанған кездері аз емес. Міне достар, сондай фильмдер туралы бүгін біз сіздерге Топ Қазақ арнасы айтып беретін боламыз. Ендеше видеомызды бастайық. Эмили Роудстың алты сайтаны. 1952 жылы Германияның батысында Анна Элизабет Мигель деген қарапайым қыз дүниеге келген. Ол тұрғындардың бәрі бір-бірін танитын кішігірім қалашықта тұратын, ал оның ата-анасы дінге өте берілген адамдар болатын. 16 жасқа дейін Анализдің өмірі қарапайым басқа қыздардың өмірінен ешбір айырмашылығы болмаған еді. Ол мектепте оқитын, шіркеуге барып хорда ән айтатын. Бірақ аяқ астынан 1968 жылы қыздың денсаулығы күрт нашарлай бастайды. Ол түн ішінде бұлшық еттерінің тартылуынан оянып кетіп, тіпті жақындарын көмекке шақыра алмайтын дәрежеге түседі. Ата-анасы қызды дәрігерге апарғанда көңілге жағымды жауап ала алмайды. Уақытша лоб эпилепсиясы. Кейіннен қыз тағы да туберкулез ауруына шалдығып, ауруханаға түседі. Осыдан кейін оның аурулары күшейе түсіп, енді түрлі көріністер мен галлюцинациялар көре бастайды. Дәрігерлер қызға шизофрениядан құтылуға арналған дәрілер мен түрлі ем-домдарды жасап көрді. Дегенмен де нәтижесіз болды. Қыз бала кезінен діншіл болып өскеннен кейін өзіне сайтанның кіргеніне сенімді болатын. Сол себепті түрлі шіркеу қызметшілерінен оның ішіндегі зұлымдықты құтқаруды сұрап көмек сұрайды. Оған бірақ тек 4 шіркеу қызметшісі келіседі. Сөйтіп тек 9 айдың ішінде ғана 4 сағатқа дейін созылатын 73 экзорцистік рәсімнен өтеді. Әрине олардың ешбірі пайдасын тимейді. Қатты қалжыраған қыз өз төсегінде қайтыс болады. Кейіннен істеген істері үшін шіркеу қызметшілері мен қыздың ата-анасы сот үстіне тартылған болатын. Содан кейін Анализаның өмірі бойынша бірнеше фильм түсіріледі. Солардың ішінде Эмили Роудстың алты сайтаны, Ібілісті қу деген танымалдары да бар. Оны Стивен Кингтің «Оны» кітабының желісінде түсірілген фильм әрине көп жері ойдан шығарылған, бірақ сонда да басты зұлымның қорқынышты сайқымазақ Пеннивайздың образы шын өмірден алынған деген танымал теория бар. Әрине танымал кітаптың авторы бұны мойындаған жоқ, бірақ бұл шығарманың көптеген оқырмандары кітаптың адам өлтіруші қылмыскер Джон Гейсиге нұсқау екеніне сенімді. Гейси жалпы өзі түрлі мерекелік іс-шараларда сайқымазақ болып, балалардың көңілін көтерумен айналысқан. Бір қарағанда Гейси қарапайым, толықтау келген, жақсы, мейірімді адам сияқты әсер қалдырған. Сондай-ақ қоғамда түрлі қайырымдылық іс-шараларымен де көзге түскен. Ал өзінің шынайы бет-бейнесін ол тек өзінің қалашығындағы алдап арбап әкелген кішкентай балаларды өлтіріп қана көрсеткен. Әрине қалада балалардың жоғала бастауы полицияның назарын аудартады, бірақ Гейси өзіне құрметті адамның атағын құрып алғаны соншалық, оған ешкім де адам өлтіруші ретінде назар аудармайды. Әйтеуір ақыры аяғында жауыз қылмыскер ұсталып, өмірінің айырылу жазасына кесіріледі. Сол кезде Гейсидің ісі қоғамда үлкен дау туғызып, көпшілік сайқымазақтар өз жұмыстарынан айырылып, көптеген балалар сайқымазақтардан қорқатын бола бастады. Маньяктардың сұмдық әрекеттері қорқынышты әрине, бірақ қорқынышты фильмдердің көбіне ортақ зат ол бізге белгісіз тылсым әрі зұлым қорқыныштың болуы. Стивен Спилбергтің «Полтергейст» фильмі естеріңізде болар. 82 жылы тіпті 3 бірдей Оскар премиясына ұсынылған болатын. Бірақ тіпті осындай классикалық хоррордың өзіне тән алғы тарихы бар екен. Сондай-ақ кейбіреулер фильмнің өзі қарғысқа ұшыраған деген ойда. Себебі түсірілім кезінде бірнеше актер түсініксіз жағдайда өлімге ұшқан. Фильмде біз зұлым рухтардан зардап шеккен Фрейлинг отбасы туралы білеміз. Бұл отбасының төп нұсқасы ретінде Германдар отбасы алынған. Фильмге дейін 24 жыл бұрын болған оқиға. Мәселе сол, балаларға бір түні дыбыстар естіліп, кейіннен бір түрлі заттар үйде табыла бастаған. Бір айдың ішінде әбден мазасы қашқан отбасы
бұл үйден көшіп кеткен. Қуанышқа орай отбасы мүшелері ешқандай зардап шекпеген. Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Егер сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып, біздің арнаны қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Топ Қазақ арнасы. Сау болыңыздар.